Сәлем құрметті оқушы, бүгінгі сабақта желі компоненттер сабағымен танысатын боламыз. Сапасы жағынан жергілікті желілердің кабельдік жүйесіне кем түспейтін жылдамдығы жоғарғы байланыс арналарын пайда болуының арқасында жергілікті және ауқымды желілер арасындағы алшақтық азая түсуде. Қазіргі кезде ауқымды желілерде өзгеріске ұшырай бастады. Компоненттерді қосатын пассивті кабельдердің орнына желілерді қолданатын түрлі коммуникациялық жабдықтар, соның ішінде коммутаторлар, бағыттаушылар немесе маршрутизаторлар, кей жағдайларда шлюздер немесе көмейлер пайда болды. Желінің жұмыс істеу шарттары. Желі жұмыс жасау үшін төмендегі үш шарт орындалуы керек. Бірінші, компьютерлер мен таратушы ортасында арасындағы байланыстар үшін қосымшалар, яғни желі интерфейсі болуы керек. Екінші, компьютердің өзара байланыс ережелері, өзара хаттамалары болуы тиіс. Үшінші, бір компьютердің екіншісіне жасайтын әрекеттері, қызметтері болуы керек. Яғни екі компьютер бір-бірімен қызмет алмасуы керек. Желінің негізгі программалық және ақпараттық компоненттері келесіден тұрады. Біріншісі, компьютерлер болу керек, ол дербес компьютер немесе персональный компьютер, немесе ноутбук, немесе мейнфреймдар болуы керек. Екінші, байланыс жабдықтары немесе ондайларды коммуникация дейді. Ол бөлімдерге коммутаторлар, маршрутизаторлар және де байланыс арналары кіреді. Үшінші, операциялық жүйелер. Ол Windows болуы мүмкін, Unix болуы мүмкін және де Novel NetWire дейтін бағдарлама. Төртінші, желі қосымшалары. Оған желілік принтерлар, желілік дисктер және де мәліметтер базасы кіреді. Бесінші, қолданбалы программалар. Желілік мәліметтер базасы, почта жүйесі, мәліметтерді архивтеу программалары және де ұжымдық жұмысты автоматтандыру жүйелері болатын болса, желінің негізгі программалық және ақпараттық компоненттеріне кіреді. Желілік қондырымға мыналар жатады. Олар желілік түйіндер, бағдарлаушылар немесе маршрутизаторлар, модемдер, коммутаторлар немесе свитчтер қолданылады. Желілік түйін дегеніміз ағылшынша нод деп аталынады. Компоненттер желісінің бөлігі ретінде басқа құрылғылармен байланысқан құрылғы. Түйіндер компьютер немесе ұялы телефон, ноутбук немесе коммутатор болуы мүмкін. Көп жағдайда түйіндер ретінде осы ұялы телефон, ноутбук дегеніміз түйін деген жалпы желі тарату немесе біз күнделікті өмірде Wi-Fi тарат немесе бір Wi-Fi шаш деген күнделікті бір осы сөздерді қолданып жатамыз. Маршрутизатор дегеніміз не? Немесе ондайларды роутерлар дейді, немесе рутер дейді. Желілік топология негізінде белгілі бір ережелерді басшылыққа ала отырып, желінің құрамдас бөліктеріне желілік деңгейдегі пакет жіберу туралы шешім қабылдайтын желілік құрылғы. Бұндайлардың көп жағдайда D-Link, TP-Link деп атаулары болуы мүмкін. Келесі бағдарламалаушы. Мысалға, үйде дербес компьютер немесе персональный компьютер, ноутбук, принтер немесе Wi-Fi-ға қосылатын немесе интернетке кіретін теледидарлар болуы мүмкін. Үйге LAN кабель келіп тұр. Яғни осы LAN кабель арқылы соның ішінде ұялы телефондарыңыз сіздердің Wi-Fi арқылы жалғануы мүмкін. Ары қарап үйге интернетке қосылатын теледидарларыңызда сол Wi-Fi мен қосылуы мүмкін, ноутбуктарыңызда Wi-Fi мен қосылуы мүмкін, ал дербес компьютер белгілі бір LAN мен қосылуы мүмкін. Яғни бағдарламалаушы дегеніміз үйге келіп тұрған LAN кабельдерден таратылатын құрылғы, яғни бағдарлама арқылы қосылатын құрылғы. Модем қашықтықтағы компьютерлермен байланыс үшін қолданылады. Модем модуляция, яғни цифрлық сигналдарды аналог сигналдарды цифрлық сигналдарға айналдыратын құрылғы. Коммутатор. Коммутатор дегеніміз мәліметтер алмасу ортасында қолдану қағидасы сапалы есептеуіш желі құруға мүмкіндік береді. Қарапайым тілмен айтқанда, коммутатор ол бірнеше компьютерлардың бір-бірімен байланысуына мүмкіндік жасайды. Көп жағдайда коммутаторлар 100 мегабит секундтан 1000 мегабит секундқа дейін өткізе алуы мүмкін мәліметтерді, бірақ қосылған компьютерлер саны көп болған сайын біздің коммутаторлардың өткізгіш қасиеті төмендей береді. Яғни бір уақытта бірнеше, яғни өте көптеген компьютерларды LAN-ға жалғау үшін коммутатордың басқа түрін қолданады. Ондай жағдайда бізде
көпір дейтін әрекетін пайдалануы мүмкін. Көп жағдайда коммутаторларда 8-лік, 16-лік, 32-лік ландар жалғануы мүмкін. Бүгінгі сабақта біз желілік компоненттермен толығырақ таныстық. Сабақ аяқталды. Сау бол.